Ата, Оу, аспаннан ары қарай кім бар? ғарышкерлер. Өскенде ғарышкер болсаң, өз көзіңмен көресің. Ғарышкер боласың ба? Жоқ, мен биіктіктен қорқам. Ой, ер жігіттер ештеңеден қорықпау керек. Оны қорқақтық демейді. Оны өз-өзін қорғау инстинкті деп атайды. Ей, бұта, соның бәрін қайдан білесің сен? Интернеттен Google бәрін біледі. Сенің интернетің ана жер астында кім бар екен біле ма? Әрине біледі. Кім бар? Жер қыртысы, мантия, одан кейін ядро. Жер астында шахтерлар бар. Қазір жоқ. Неге жоқ? Өйткені сіз қазір менің қасымда жер бетінде тұрсыз ғой? Мен шахтер емеспін ғой. Қалай сонда? Сіз шахтада жұмыс істейсіз. Иә, бірақ мен жай құтқарушымын ғой. Ал нағыз шахтерлар жер астында өз өмірлерін қауіпке тігіп, сонда жұмыс істейді. Ал сіз адам құтқарып көрдіңіз бе? Құдай сақтасын. Ондай жағдай әлі болған жоқ. Жаманның сандыраға келеді деген қайдағын айтпашы. Болса күшті болатын еді. Бізді телевизордан көрсетеді. Тей. Баранияттан шелек әкел. Қайдағын айтқан несің ба? Бекзат, не істейміз? Уайымдама. Қазір өзім сөйлесем. Ей, сендер қайдан жетсіңдер? Маған астыда ешкім жоқ деп еді ғой. Сен анадағы әлгі жолдағы көрген бол емессің бе? Мен де сізді көргенім қуаныштымын, ата. Ата, ренжімеңізші, мен шахтаға түсек деп өтініш жасаған болатын. Кешірім сұраймын. Оны жоғары шыққан соң анықтайтын боламыз ғой. Ата, не болып жатыр? Отыр тез. Ата, сізге не болған? Отыр деймін. Не болған? Қызым, амансың ба? Жарақаттанып қалған жоқсың ба? Жақсымын, ата. Бекзат. Балам, білмісің? Жақсы. Қозғалмай, жата беріңдер. Бәрі де жақсы болады. Не дейді? Не болып қалды? Мен жұмысқа баруым керек. Нұрболат, заң бойынша сен демалыстасың ғой. Бармай-ақ қойсаң болмай ма? Райхан, шахтасында 3 адам қалған. Оларды құтқару менің парызым. Ата, Сен апаңның қасында бол. Ата, енді не болады?
өзің сақтай көр. Бізде төтенше жағдай болды. Бұл жағдай ешкімге оңай тимеген анық. Сондықтан бізге жедел түрде жұмыс жасауымыз керек. Астындағылардан бізден басқа үміті жоқ. Сондықтан құтқару жұмысына Нүреге қатыспаймын десеңіз, ешқандай ренішіміз жоқ. Неге қатыспаймын? Бұл менің жұмысым. Құтқару қызметінің басшысы ретінде. Құтқарушылармен мен алдыңғы шепте болуым керек. Жоқ, сіз әлде менің кәсібилігіме күмән келтіріп отырсыз ба? Жоқ. Эмоционалды түрде сізге оңай болмайтын шығар деп ойлап отырмын. Завалдың кезінде шахтада үш адам болған. Сіздің ұлыңыз, арқадағы және бір қыз. Олар шахтада не істеп жүр? Техникалық қауіпсіздікке сай онда бөтен адам болмау керек қой. Жоқ, жігіттер, бұны талқылағаннан қазір бізге ешқандай пайда жоқ. Олар соңғы рет қай жерде болды? Белгісіз. Олар төменге түскен соң байланысқа шығу керек болған. Хабар жоқ. Жігіттер, бізге қазір жедел түрде жұмыс жасауымыз керек. Кімде қандай ой бар, соны айтыңыздаршы маған. Нүреге қайда барасыз? Тас қопару үшін жиналыстың қажеті жоқ. Бірінші барлау жұмыстарын жүргізу керек. Шахтаны отырып қазбайды. Нүреге! Ата, бір мұндай жағдай болып бет? Жоқ. Ешқашан да болған емес. Бәрі жер сілкіністің кесір. Бұл жерде Алматыдағыдай жиі жер сілкінісі болмайды. Бұл жер асты қысымынан болған жағдай. Сонда басқа қандай себеп болуы мүмкін? Ырым ғой. Құстар ұшты, сен төменге түсті. Сосын қылады. Мен соған енді сене бастаған сияқты. Біле білсең, теңізшілердің өзі кезінде әйел адамды алмаған. Енді мен бұлай болады деп ойлаған жоқпын. Байқа, байқа және байқа. Әкемнің жиі айтатын сөзі еді. Бұл жерде кім кінәлі, кім кінәсіз, ол маңызды емес. Бастысы біздің жоғарыға шығуымыз. Мен сыртқа шығатын бір жолды білемін. Сонда барайық. Ол жерге көлікпен барсақ болады ғой, ә? Жоқ, от алдырмайсың. От деген тауысып аламыз. Бекзат тез. Ағым деген ғас екен ғой, ә? Ағым? Ол не біле? Ығым демей, ырым деп тұрсап сөйлеші. Шалқақ, түсіндің ғой? Не біле? Жылды ғой, мына сен ырға тілін келмегенде мен кінәлім ба, қойшы? Бәріміз жердің астында болғанда не болар еді? Арекеңе таң қаламын да, несі бар деймін да, осындай жасқа келгенде жатпай ма үйінде? Соны айтам. Иман салауатты болсын. Негізі құстаға рахмет. Мен бұғын ығымға сенбейтін едім. Енді сенетін болдым. Жан жануарлар бірінші сезеді екен ғой, жер сілкінісіне. Иә. Оның бәрін түсіндік қой. Ағымды түсіндік. Не ол? Кетші. Мұнау ақмақ қой мұнау. Не болды? Ренжіп қалды ма? Тоқташы, француз. Нұрболат аға, қалайсыз? Қалай? Жігіттер қайда? Жігіттер жарысы жоғары жақта, екінші бригада іште, қазір келе жатыр. Адамдар табылды ма? Жоқ. 1,5 километрден кейін үлкен завалдар бар екен.
ол жер тазаламаса болмайды. Адам ары қарай өте алмайды. Сондықтан техника керек. Ана бірінші жақтың төбесін жақсылап қараңдар. Тас түсуі мүмкін. Жақсы орындаймыз. Ал мен техниканы кіргізу жайында сөйлесейін. Жақсы. Ой, қайсын. Біз неше метр тереңдіктеміз? 150, 160. Доғар шығу оңай болмайды сияқты ғой. Шахтада ештеңе де оңай болмайды. Кезінде шахтаға түсуді қиын армандаушы едім. Екінші түспестей болды. Шахтаға бір түссең, қайта түсе бергің келеді. Оның магниті бар. Мына завалдың аумағы түгел анықталмады. Бірақ қолда бар техниканы кіргізіп, мына жолды ашуымыз керек. Әйтпесе құтқару жұмыстары ұзаққа созылатын түрі бар. Асығыс шешім қабылдамайық осы. Тағы да завал болатын болса, жаңа техникамен адамдардан айырыламыз. Қазір қарастырмасақ, шахтың астында қалған адамдардан айырыламыз. Нұреке, мен сізді жақсы түсініп тұрмын. Жер астында балаңыз қалды. Бірақ осы жердегі адамдар да біреудің баласы ғой. Менің ұлым. Бұл жерде еш қатысы жоқ. Астында қалған адамдарды құтқару бұл біздің жұмысымыз. Құтқарушы деген біздің атымыз бар емес пе? Нұреке, енді олардың өлі ме, тірі ме біз білмейміз бар. Ал егер тірі болса ше? Бекзат, жоғары шығып қарашы ар жағында жол бар ма екен? Ата, жол жоқ. Енді не істейміз? Онда басқа шахталардан техникалар алдырайық. Бір шешімге келуге болады ғой. Ендеше, қазір анықтаймыз. Қалай анықтамақсыз? Төменгі жақпен бізде байланыс жоқ. Ескі әдіспен. Нұрболат аға, жігіттер әлі оралмады. Техниканың бәрін сөндіріңдер. Маған тыныштық керек. Негізі біздің бұл жерде қалғанымыздың жақсы жағы да бар. Мына жерде ешқандай жақсы көріп тұрған жоқпын. Позитивті ойлау керек. Мысалы, жоғарыда жұмыс, тіршілік бітпейді ғой. Бұл жерде ешкім мазаңды алмайды. Қайдағы? Айналаң қап-қараңғы, жан-жағың бәрі тас. Ешқандай позитив көріп тұрған жоқпын. Қараш, тып-тыныш. Қалағанша ұйықтайсың. Мынадай жерде ұйықтауға қорқам. Неден қорқасың? Бұл жерде үшеумізден басқа ешкім жоқ. Бұл жерге аруақтардың өздері түсе алмайды. Қайдағын айтпай. Тағы да тас құлайын деп тұрған сияқты, ата. Қандай дыбыс, ата? Естіп тұрсыздар ма? Ата? Тыныш.
қабырғаны ұрдыр. Не үшін? Жоғарыдан белгі беріп жатыр. Біз оларға жауап қатуымыз керек. Тірі не өлі екенімізді білгілері келеді. Ей! Біз тіреміз! Біз осындамыз! Құтқарыңдар! Айқайлама. Олар біздің айқайымызды естімейді. Тек мына тас қана дыбысты жеткізеді. Ұрыңдар қабырғаны. Ұр! О, естідіңіздер ме? Олар әлі тірі. Олардың сонда қай жерде екен дыбыс арқылы анықтауға бола ма не? Ол мүмкін емес. Тез арада барлық бағытты қазу керек. Техника болса уақыт ұтуымыз да мүмкін. Онда бүкіл техниканың бәрін осы жерге алып кел. Жақсы. Жігіттер қай жерде келеді? Қауіпті жерлер жоқ па екен? Жігіттер жақындап қалды, бер жағында бәрі жақсы. Қалғанын жүре көреміз. Жарайды, олай болса мен техниканы кіргіздіре берейін. Нұреке, уайымдамаңызшы, құтқарамыз. Қайратжан, бұл біздің міндет. Дұрыс айтасыз, біздің міндет. Нұрболат ағалар міне шахтерлермен бірге арқамен мына жерге түсті. Осы бағытты тазалап жатыр. Ал біз мына бағытты тазалап жатырмыз. Төменге белгі бердіңдер ме? 1 сағат бұрын белгі берген. Бірақ дәл қай жерде жатқанын анықтау қиын. Қайрат. Тірі деп ойлайсың ба? Енді жер астында оттегі аз ғой, білесіз. Жарайды. Бәрі жақсы болады деп ойлаймыз. Жұмысын жалғастырар.
Болды. Шаршамаңдар, бізге күш керек болады. Олар бізді естіді ме? Бізге естілсе, оларға да естілуі керек. Ата, енді не істейміз? Күтеміз. Қанша күтеміз сонда? Бәрі де бір Құдайдың қолында ғой. Hey!